Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте үлкен болып шығатын медовик тортының рецебімен бөлісетін боламын. Өз сондай жұмсақ, өте дәмді, ауызға салса еритіндей болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай үлкенде ыдысымызға бір банка балымызды салып аламыз. Газге қойып кішкене қайнауға жақындағанда осылай бір шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасын салғаннан соң бізде реакция жүреді. Міне қараңыздар, венчигіміздің көмегімен ақырындап араластырып отырамыз. Осылай массамыз 3-4 есеге дейін көтеріледі және де түсі қызарып өзгеріп бастайды. Түсі қып-қызыл түске енген кезде біз газымызды өшіретін боламыз. Міне біздің жаңағы балымыздың түсі осындай өте қып-қызыл болып, жақсы қайнап тұр. Осы уақытта біз сары майымызды салып, венчигімізбен 1-2 рет араластырып, отымыздың астын өшіріп қоямыз. Өзі осы ыстық бал мен сары майымыз өзі еритін болады. Шамамен 10 минуттар шамасында дәл осылай еріп біркелкі масса болады. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып алатын боламыз. Бізге 6 дана жұмыртқа қажет болады. Толық рецепт астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осы 6 дана жұмыртқамызды жарып болғаннан соң үстінен 1,5 кесе шай кесемен қант салатын боламыз. Барлығын венчигіміздің көмегімен қанты ергенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде дәл осындай масса шығады. Енді осы массамыздың үстінен сұйық майымызды құямыз. Дәл жаңағы қант өлшеген кесемізбен 1,5 кесе сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстінен жаңағы бөлме температурасында мұздап тұрған бал қосылған массамызды аз-аздан құя отырып, венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызды салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп салған дұрыс. Сонда біздің корждарымыз өте жақсы көтеріліп, әдемі пісетін болады. Ұнды да бірнеше бөлікке бөліп салдым. Әр салған сайын осылай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Себебі бізде ұны көбейіп кетсе, қамырымыз дұрыс шықпай қалады. Енді ұнымыздың үстінен осылай бір пачка разрыхлителді салып жібереміз. Барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ең соңғы ұнымызды салғанда қамырымызды қолмен осылай ұнын араластыратын боламыз. Бізде міне қамырымыз дайын болып қалды. Міне қараңыздар, бізде дәл осындай қоюлықтағы қамыр шығады. Енді қамырымызды бір шетке қойып, формамызға пергамент салып, формамыздың ішіне әр листке 4 ас қасықтан жаңағы қамырларымызды салып алып, қолымыздың көмегімен жайып шығатын боламыз. Бізде қамырымыздың құрамында май көп болғандықтан, қамырымыз майлы, қолға мүлдем жабыспайды. Жайлы өте оп-оңай, қолмен жаюға ыңғайлы қамыр. Дәл осылай барлық қамырларымызды листке толығымен жайып, 180 градуста қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне біздің коржымыз пісіп шықты. Енді мата дастарханымыздың бетіне корждарымызды осылай қойып шығатын боламыз. Осылайша барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Пісіріп болғаннан соң осылай жан-жақтарын кессеңіздер де болады, қаламасаңыз кеспесеңіздер де болады. Мен барлығы бірдей тегіс болып шығу үшін жан-жағын осылай кесіп алдым. Барлығы болып менде 4,5 корж шықты. 4 коржды бірдей етіп кесіп алдым, ал жарты коржды бетіне себуге алып қалдым. Енді корждарымызды жинайтын боламыз. Ең бірінші коржды қойып, бетіне сүтпен пропитка жасап шықтым. Пропитка жасасаңыздар, корждарыңыз бұдан да нәзік, өте керемет жұмсақ болып шығады. Пропитка жағып болғаннан соң кремін жағып аламыз. Мен бұл жерде заварной крем қолдандым. Заварной креммен медовик тортымыз өте керемет үйлеседі. Міне креміміз толығымен жағып алдық. Енді бетіне екінші коржымызды қоямыз. Жаңағы ретпен дәл осылай жағып кете береміз. Бетіне сүтті пропиткамызды жағамыз, оның үстінен кремімізді жағып, 4 коржымызды дәл осы әдіспен жинап шығамыз. Барлығын жинап болғаннан соң жаңа қалған жарты коржымызды дәл осылай үгітіп аламыз. Енді осы тортымыздың бетіне жан-жағына үгітіп алған
Осы ұнтақтарымызды жағып, сеуіп тортымыздың бетін әсемдеп шығатын боламыз. Міне достар, осымен біздің медовик тортымыз дайын. Көлемі өте үлкен, биік болып шығады. Егер холодильникте бір күн сақтайтын болсаңыздар, өте нәзік жұмсақ болып шығады. Мен сіздерге кесіп көрсетейін, қараңыздар қандай керемет болып шыққан, өте биік. Тортымыз сондай дәмді болған. Видео рецепт пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.